Жүсіптің Сатуқ Боғра ханға екінші тартуы не болған? Хусайынның дерті деген арғы атасына байланысты күй. Хас Хажыптың кішкене түсіндірмесі ханның көрер көзі, естір құлағы, есеп-қисаппен айналысатын, қазынаға жауапты, жетім-жесірдің айыбын тыңдайтын адам. Бұл кітап ел басқаруға қатысты заңдар мен әдет-ғұрып ережелеріне толы болған. Қарапайым халықтан бастап ханға дейінгі бүкіл адамның атқаратын қызметтеріне тоқталған. Жүсіптің ойынша ханға кеңес беретін екі адам кім? Уәзір мен әшкербасы. Дастан үш кейіпкерге негізделген. Әділет бейнесі Күнтуды. Бақ-дәулет бейнесі Айтолды. Ақыл-парасат бейнесі Өгділміш. Қанағат-ынсап бейнесі Одғұрмыш. Осы үш кейіпкер арқылы дастан өрбиді. Дастан қандай жанрда жазылған? Рубай жанрында. Неше бәйттен тұрады? 6520, 13000 өлең жолы. Дастанның өрбу тактикасы қандай? Сұрақ-жауап қою арқылы. Мазмұны әлемге әділеттілігімен атағы жайылған Күнтуды деген хан болады. Оның әділеттілігін естіген Айтолды деген уәзірі оны іздеп тауып оған ел билеу ісіне көмектеседі. Күндердің бір күнде Айтолды қайтыс болады. Оның ұлы Өгділміш ер жетіп ханға көмектеседі. Хан бұл істің оған оңай болмасын түсініп қасыңа кеңесші ал дейді. Өгділміш жақын туылса Дәруіш Өдғұрмышты айтады. Алайда ол ел тіршілігінен безіп күйбең тіршілікке қайта оралғысы келмейтінін айтып қанағат қылады. Осылай шығарма аяқталады.